Сәлеметсіздер ме, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары? Мен Бақтиярова Сара Назаршаевна, нөмірі 113-ші Әл-Фараби атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 11-ші сынып оқушысы боламын. Бүгін мен сіздерге қазақтың ұлы ақыны, дана гөйі Абай Құнанбайұлының өлең сөздің патшасы, сөз сарасы атты өлеңін жатқа айтқым келіп беріп отыр. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы. Ол ақынның білімсіз бейшарасы, айтушы мен тыңдаушы көбін адан, бұл жұрттың сөз танымасы бір парасы. Әуелі аят, хадис, сөздің басы. Қосарлы бейт мысал келді арасы, қисыны мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оны аласы. Мешіттің құтпы оқыған ғұламасы, мінәжат уәлилердің зар-наласы, бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты көміс сөз жақсысын, қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап, ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қыпты жоқтан қармап.